Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін кәсіра белгісін өтеміз. Яғни әріптің астында осындай белгі тұрса и болып оқылады. Бисмиллах, бастайық. Бірінші әзина, әзина, әмина, әмина, уәриса, уәриса, әзифа, әзифа, шәрипа, шәрипа, ләбиса, ләбиса. Осындай нүкте тұрса, бә деген әріп екен, білесіздер, сөздің, әріптің астында. Келесі, уәлиә, уәлиә. Ә деген әлиф сөздің соңында осындай белгі болып кездеседі. Тәбиғә, тәбиғә, әлимә, әлимә, хәмидә, хәмидә. Мим әрпінің ортада, сөздің ортасына кездесу осындай белгі. Әмилә, әмилә, рабиға, рабиға, мәсәли, мәсәли, әдәси, әдәси, ләһәби, ләһәби, мәсәди, мәсәди, мәлики, мәлики, фәләқи, фәләқи, қибәли, қибәли, бәсари, бәсари, сәмиғә, сәмиғә. Көрініп тұр ғой сіздерге. Келесі бізде хәсибә, хәсибә, уәсиғә, уәсиғә, дохикә. Қараңыздар, қиын көрінеді. Мынау бірінші до дәрбі. Мені қоршап қойын, до дәрбі. Одан кейін мынау ха әрпі. Бұл көрініп тұр. Мынау кәф әрпі. Болды. Бөліп оқсаңыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Дохикә, дохикә, фәһимә, фәһимә. Хә деген әріп бар емес пе? Жеңіл шығатын сөздің ортасынан кездесуі осы. Меммен шатастырмаңыздар. Мем бізде сәл домалақша, кішкентай нүкте сияқты көрінсе, бұл сәл созылыңқырайды және де үш бұрыштың төңкерілген түріне ұқсайды. Хә әрпінің сөздің ортасынан кездесуі. Қайталайық. Фәһимә, фәһимә, ракибә, ракибә, фәһиә, фәһиә. Осымен біз кәсіра тақырыбын аяқтадық. Яғни әріптің астына осындай белгі келсе, біз қалай оқимыз? Сол әріпті и болып оқимыз. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Білім сіздерге пайдалы болсын.